Армысыздар ағайын. Бүгін біз сіздермен өңіріміздің ассамблея жанынан құрылған Достық медиа ПВЛ студиясында отырмыз. Ақын Мұқағали Мақатаев: ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін, ол бар болса мен бармын, қор болмаймын қымбаттырақ алтыннан, нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілім мен тілім дедім, кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім деген екен. Ендеше бүгінгі хабарымыз этносаралық бірлік пен мемлекеттік тіл жайында болмақ. Студиямыздың қонағы Мансур Фазилжанов. Мансур, студиямызға қош келдің дейміз. Қош көрдік. Ал енді өзіңді таныстырып өтсең? Менің атым Мансур. Мен 96 жылы Аққұла ауданы Малбай ауылында дүниеге келгем. Сонда 3-ші сыныпты аяқтап, Алтынсарин мектебіне 4-ші сыныпта түстім. 4-ті біз аяқтаған кезде бізден емтихан алатын болатын. Қазірде солай бүкіл мектептерде, үлкен мектептерде 5-ші сыныпқа бүкіл жан-жақтан, ауылдардан балаларды емтихан қабылдау арқылы балаларды таңдап алады. Сонда біздің 5-ші сыныпқа мен көшкен кезде жан-жақ ауылдан бір 10 шақты жаңа бала келген шығар. Бүкіл жиналыс біткеннен кейін 1-ші қыркүйек күні мен жатақханада жатқам. Сол кезде балалар кіре береді неге жатақханаға, бөлмеге. Ойлап қоям, не істеп жүр деп мыналар. Оларды мен былай көрдім, танимын түрлерін, танысқан жоқпыз былай. Сосын астына шыққам, олар менен ұялып жүр екен, мен орыс деп ойлап жүр екен, маған орысша айта алмай жүр екен, олар сені шақырып жатыр деп. Сол жерде күліп алдым. Қазақ интернаты ғой енді. Бұрын енді қазақтар ғана болды ғой, бұрын мен ғана ұқсадым. Мектепте де барлығы қазақша сөйледік. Үйренген сол бірінші ең бастапқы үйрене бастағаным қазақ тілін ол сол өзім туған жерімде Малбай ауылында. Туғаннан қазақ тілінде сөйледің дейсің ғой. Үйдегілер біздің өзіміздің тілімізде сөйлемейді ешқайсысы. Құр қазақша. Ұлтың кім? Татар. Ата-анаң? Әкем татар, шешем башқұрт. Бәрекелді, тамаша. Отбасында қанша бала бар? Отбасымызда біз екеуміз, үлкен ағам бар. Ол кісі үйленген. Осында қалада тұрып жатыр. Мен өзім қазір мектепте жұмыс істеп жатырмын. Қай мектепте? Павлодар ауданы Кеңес негізгі жалпы білім беру мектебінде ағылшын тілі мұғалімі. Ағылшын тілі. Ал керек болса, демек сен неше тілді білесің сонда? Демек, орыс тілі, қазақ тілі, ағылшын и татар тілі. 4 тілді біліп тұрсың. 4 тілдің ішінде енді өзіміздің мемлекеттік тіл әрине өзіміз барлығымызға маңызды. Осында тұрғандықтан ағылшын тілімен енді жан-жаққа бара аласың дегенде. Жалпы мамандығың нені бітірдің, қайда оқыдың? Мен осы Алтынсаринді бітіргеннен кейін осы Павлодардағы ПГП университетіне түстім. Сонда ағылшын тілі мамандығын аяқтадым. Қанша жыл еңбек өтілің? Биыл 3-ші жыл. 3-ші жыл. Қазақ мектебінде сабақ бересің? Қазақ мектебінде. Бірыңғай қазақ мектебінде. Тілді жақсы білуіңе мектеп мұғалімдерінің де әсері болған шығар? Әрине, бізде қазақ тілі мұғалімдері өте мықты мұғалімдер болды сол мектепте. Солардың арқасында деп соларға алғысым шексіз. Жалпы өзіңе не беруде қазақ тілі саған? Қазақ тілін сосын айта кетейін, тағы да бір үйренгенім, менде сыныбымда жатақханада біз 8 жыл тұрдық қанда балалармен бірге сыныптастарымен. Олардың арасында 2 ақын бала болатын, солардың арқасында да үйренгендер болады. Кімдер олар? Қайролла, Хафиз деген бар, Оразбек, Саяхат деген балалар. 2 ақын бала, қазір біреуі журналист, біреуі қазақ тілі мұғалімі. Осы ауданда тұр. Олар айтысқан кезде тыңдап отырасың, қызығасың. Олар жатақханада жатып, әзілдесіп, айтысып жататын, солар тыңдап, құлақ үйреніп қойған олардың әңгімелеріне. Жалпы қазақша әндерді ұнататын шығарсың? Бұрын біз тыңдайтынбыз Музарттың әндерін, Қайрат Нұртас, басқалары. Жақсы, жақсы. Жалпы әртүрлі этностар үшін мемлекет тілді үйрену маңызды ма? Және не үшін соны айтып жүрші? Қазақстанда тұратын әр халық өкілдері мемлекеттік тілімізде, яғни қазақ тілінде сөйлеу әрбірімізге парыз деп есептеймін. Қазақстанда тұрған маған өте қатты ұнайды. Қазақтың салт дәстүрлері өте керемет қой. Барлығын білмесем де әжептәуір салт дәстүрлерін білетін шығармын. Мысалы, қалжа той деген бар. Бет ашар, қыз ұзату. Және сол сияқты басқалары. Жалпы қазақ тілін үйрену қиын ба, айтшы? Өзге этнос өкілдеріне қалай үйренуге болады? Ең бастысы енді қазақ тілін басқа этностар үйренгісі келсе, ниеттері болса, әрине қазақ тілін өте жылдам үйренуге болады. Қазақ тілі былай оңай тіл ғой. Жалпы қандай қызығушылықтарың бар, хобби дейді ғой? Қазақша кітап оқисың ба, кино көресің бе?
Қазақша қазіргі таңдағы қазақша түсіріліп жатқан фильмдер өте қызықты деп айтқым келеді. Сосын өзім де қазақша кез келген конкурс болсын, қазақ тілінде болса болды, қатысуға әрдайым. Қызға қатысам. Иә, қызға қатысам. Жалпы сен туған ауыл қазақ ауыл ғой, иә? Малыбай ауылы. Біздің ауыл қазақи ауыл болғандықтан біздің отбасымызбен бірге барлығымыз қазақтың салт дәстүрлерін сақтаймыз. Менің ағамның өзі үйленген кезде біз қазақтың салт дәстүрі бойынша ол үйленген болатын. Қазақ қызына үйлену деген мүмкін. Қазақтың қызының қандай қасиеттері ұнайды? Жалпы қазақтың қыздары өте сыпайы, инабатты, тәрбие көрген қыздар ғой. Сондықтан сол қыздарды алу меніңше өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Қазір қызың бар ма? Дәл қазір жүріп жүрген қызым жоқ. Ал енді Мансұр, сөзіміздің соңында жалпы не айтар едің, қандай тілегің бар? Біздің мемлекеттік тіліміздің болашағы жайында, жалпы Қазақстан халқына, елімізге қандай тілегің бар айтар? Жалпы мен осы Қазақстанда туып өскеніме өте ризамын. Қазақ халқы өте қонақжай халық. Құшақ жая қарсы алады. Біздің осы Қазақстанда 200-ден астам ұлт өкілі болса да, барлығы тату-тәтті өмір сүруде. Жұртымыз аман, халқымыз тыныш болсын. Бәрекелді, рахмет. Құрметті көрермен, мінекей біздің бүгінгі студиямызға келіп, Мансұрдай азамат өзінің ойын қазақ тілінде еркін жеткізіп, еркін сөйлеп, өзге этнос өкілдеріне, өзіміздің ұлтымыздың азаматтарына үлгі болып отыр. Өте ризашылығымызды білдіреміз, Мансұр. Көп рахмет саған. Өркенің өссін, биіктей бер, абыройың арта берсін. Құрметті көрермен, осымен біздің бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.